Кім айтты, біздің дәуірде тек бәрі жақсы болады деп. Жоқ қалқаларым, олай болса, мен бар өмірімді өксікке тұншықтырып өткізбес едім ғой. Сол уақиға болғаннан кейін тек айырмасы сол қазір қалт еткен қимылың, ауыздан шыққан сөзің бірден түкпір-түкпірге таралады. Көзі ашық, көкірегі ояу жандар барлығы дерлік онымен қоса заман дамыған. Екі ел шетіндегі екеумізді байланыстырып тұрғандай. Ал өз жайымды баяндасам, көп балалы отбасында дүниеге келген ортаншы ұл болдым. Әке-шешем ештеңеден таршылық көрсетпеді, бейнетке шандар еді ғой. Қазір біздер ол кісілердің жасаған дүниелерін жасай алмаймыз. Әкем қаталдау кісі болды. Дегенмен анам басып отыратын ол кісіні. Үйдің еркесі болдым. Ақшаның қалай келгенін білмеймін, ұғуға да талпынбаймын. Бар білерім ауызға сағызымды салып алып, әлсіздерге қоқан-лоққы көрсету болды. Күні мен ұйықтаймын, түнде жорыққа шығамын. Аузымнан шыққан әр сөзім заң болды. Бетімнен қағып ешкім қой демеді. Бір күні кешкілік уақытта өмірімнің өкінішті сәттеріне жетелер баспалдаққа қадам бастым. Балдардың әдеті емес пе? Қараңғы қоюланса бітті, әр көше басында топырлап жиналып, оны-мұны сөз етіп, әлсіздерді қорлап, шарасыздарды келемеждеп тұратын едік. Нұрия біздің ауылға жаңадан келген қыз еді. Яғни бөлесінің үйіне қонақ болып келген. Қаладан келген қызға ауыл жігіттерінің көздері түсіп ақ жүр. Менде де анау айтқан сезім жоқ. Жалпы осыған дейін ешбір қызға ойым кетпепті. Нұрияға көптің көңілі ауған соң, менде де неге көрмеске дегем ғой. Қыз баланың обалына қалу өте ауыр күнә екенін сонда ұқсамшы. Тек қыздардың емес қой, пенденің наласына қалсаң, ол сені екі дүниеде де оңдырмайды қызым деп әңгімесін маған айтып, көз жасына ерік берді. Бел орта жасқа келген атам. Маған немере ұлы арқылы байланысқа шығыпты. Қазір жақсы болды ғой. Көзге көзілдірік киіп алып, таң атқанша әңгімелеріңді оқимын. Бізде ұйқы деген жоқ мүлдем. Жүректегі бұл сырымды пендеге баяндамаған мен алғаш рет өзіңе ашып отырмын дейді. Нұрия асқан сұлу болмаса да, өзінің ерекше қасиеті болды. Тартымды еді. Өзіне баурап алатыны да бар. Көп жігітпен жағаласып, мен де онымен сөйлесуге қадымдап жүрдім. Ол кезде телефон деген жоқ қой. Нұрия да оған назар салған жігіттердің бетін қайтарыпты. Менімен сөйлесе бастады. Ол маған авторитет болды. Оны ұнатпағаннан соң да көп ренжіттім. Бар ойым тек біреу ғана. Байғұс қыз менің арам пиғылымнан хабарсыз, көңіліне күдік те алмапты. Оның наласына қалған соң тоқтамадым. Санасыз мен нәпсімнің жетегіне ере бердім ғой. Оңтүстіктің бір ауылында тұрамыз. Ол кезде су деген қазіргідей бар үйде жоқ. Әр көшенің басынан колонкамен береді. Онда да уақытпен ғана. Нұрия бөлесімен бірге суға келеді. Мен де сол жерден табыламын. Сонда жаңағы кешкі уақыттағы кездесуді белгілеп аламыз. Кешкісін айтқан уақытта екеуміз де табыламыз. Солай кездесулер болып тұрды. Сыйлықтар апарып тұрдым. Түпкі ниетім тек біреу ғана. Ешкімнің сөзін тыңдамадым. Олар жөнін айтса, мен ерексіп жүрдім. Ішімдікке де әуес болдым. Оқуымды да қатырмадым. Сондай бір жүрген жұқсыз болдым. Сол күні ащы суға сылқия тойып алып кездесуге бардым. Қырсыққанда күнде бөлесімен бірге шығатын Нұрия жалғыз шықты. Маған да осы керек болды. Қыздың мойнынан сүйіп, құшақтап сезімге еліктірсем де ол бой бермеді. Өр көкіректің пен маңдық бойымда басым болғаны сондай, қауқарсыз қызды ұрып жығып астыма салдым. Жалын, не істеп жатырсың? Жалынайын, жіберші деп ебіл-дебілі шығып жылайды. Өшір үніңді, деймін де тағы да қол жұмсаймын. Менің жұдырығыма шыдасын ба? Қайта-қайта есінен талып қалып жатты. Араққа тойып алған маған ол қыздың ар намысының көк түйін құны болмаған екен.
Тірлігімді бітірген соң көлікті оталдырып қызды үйіне әкеліп тастадым. Көліктен түстім де Нұрия отырған жақтың есігін ашып, шашынан уыстап қолыма алып алдым. Жұдырығыма түйіп тұрып, жанын қинай, бір пендеге тіс жарып айтсаң, үйіңмен қосып өртеп кетемін, тірідей ұқтың ба мені? Әпкеңнің обалына қаласың бір үйдің деймін. Ой сорлы, жалын обал, сауапты сен айтпасаңшы сонда. Қыз байғұс қорыққаннан дірілдеп тұр. Көз жастары бір сәтке құрғамады. Тәнінің ауырғанына қарамастан, жанын да ауыртып барамын. Таңға жуық үйге келгеннен болар, ұйқы қысып қатты ұйықтап қалыппын. Анамның айтып, тапсырып кеткен жұмысын да тындырмадым. Үйге келген кісілер әбден есік алдында тұрып, дауыстап шақырып кеткен екен. Қара басып, мен ұйықтап қалғам ғой. Түс ауа келген анамның даусынан ояндым. Ойбу, қымыз ашып кетіпті ғой. Күнде осы уақытта келіп, алып кететін еді деп айғайлап кіріп келеді үйге. Сен неме, әлі жатырсың ба? Айналайын-ау, сен қашан адам боласың осы деп анам ренжіп кетті. Енді тұрмасам, әкемнің таяғы тиеді. Орнымнан әзер тұрдым. Далаға шықсам бестің шайын ішіп жатыр екен. Беті қолымды жуып келіп, қастарына жайғастым. Әкем мен анамның әңгімелерін тыңдап отырмын. Байғұс қыз жап-жас екен. Әке шешесін көрдің бе? Ол кісілер де жас, жүздері жылы жандар екен. Қыздарын кебіндеп өз елдеріне, ауылдарына алып кетті. Анасы байғұс еш жинай алмай қалды. Табытты құшақтап айырылмайды деген анамның көз жасы төгілді. Бірден ішім қылп ете қалды. Нұрия екенін білдім. Анамның жылағаны жүрегіме батып кетті. Сонда барып, менің анам, ана да Нұрияның анасы кім болды? Ей топас, жалын деп өзімді сығып отырмын іштей. Ол кім апа? Деймін мен білмегенсіп. Анау Жексінбайдың үйіне келген қыз екен. Хатиманың сіңілісінің қызы екен. Обал болды дейді анам. Көкем, әкем болса үнсіз ойланып шайын ішіп отыр. Ішіп отқан шайым тамағымнан өтпей қалды. Апыл-ғұпыл орнымнан тұрдым да кеш батуын күтіп жаттым. Кеш қарая бергенде киініп көшеге шықтым. Ұрының арты қуыс деген өз-өзімнен қыпылықтап Нұрияның бөлесінің үйіне келдім. Адам қарасы азайған. Өз ауылына алып кеткен соң болар, кешегі өзім ұрып, қорлап тастап кеткен жерге келіп қарап тұрмын. Ішкі түйсігім менің кесірімнен өзіне қол жұмсағанын білсем де, өзімді күдікті етпеуді ойлап үйіне кірмекке оқталдым. Солай тұрғанда бөлесі, яғни Гүлмираны көріп қалып, белгі беріп шақырдым. Әккі болып, мен де рөл ойнадым. Мені көріп ашуланбады, жылап келеді. Демек Нұрия хат тастап кетпеген. Көз жасымды көлетіп, бұл қалай болды? Кеше ғана көрісіп едік деймін. Осы кезде барып, қанға малынған көйлегімен кетсе, құрыдым ғой деймін іштей. Ішім алай-дүлей. Қалай сұрарымды білмей қипақтап тұрмын. Ызаланып, өтірік жылап өз-өзімді ұрғылап қоямын арасында. Неге бұлай болды? Менімен ұрыспады да, жақсы қоштастық қой кеше. Бір түнде не өзгерді? Айтшы деп Гүлмираны жұлқылап қоямын. Бақсам, ол сеніп тұрған секілді. Ештеңе тастамап па? Хат болмаса басқа дегендей деймін, жәудір мұңды көзіммен қарап. Жоқ деп басын изейді ол да. Бағанағы келгендегідей емес, уайымым сейілгендей. Сөйтсем, Нұрияның алдында да үлкен ағасы аспа кеселмен кеткен екен. Үлкендер жағы Нұрияны осы кеселмен ауырады деп топшалапты. Кейіннен барып білдім. Нұрия үстіндегі қан-жоса киімінің көзін құртқан екен. Ана дүниеге таза болып кетейін дегені шығар. Ақылы бар қыз екен. Өзгені кінәламай, хатта қалдырмай кетіпті. Екі елдің арасы қырық пышақ болмасын дегені ғой. Көпке дейін көшеге шықпай жүрдім. Мұныма ата-анам қайран қалып жүр. Бұл жағдай ұмыт болғанша арада 1-2 айдай уақыт өтті. Не отбасыма, не қоғамға пайдам жоқ болып жүрмін. Көкем мен апам оқу оқытамын дегенде оқымадым. Не жұмысым жоқ.
Абай атамыз тап рас айтқан. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық аздырар адам баласын деп. Еш жинап адам болудың орнына кері кетіп барамын. Нұрия жайлы мүлде ұмыттым. Менің кесірімнен өмірін қиғанына да ішім аши қоймады. Мас болып жүріп, осы жайттың өмірімді өксітерін білмеппін де ғой. Ауылда атағы шыққан, қайтып келген қыздарға баруымды сонда да қоймадым. Жасым 20-дан асса да, әлі күнге кішкентай баланың қылығын жасаймын. Алдымда 3 ағам бар. Бірақ үшеуіне де мен ұқсамағанмын. Еңбекқор, өз отбасыларын өздері асырап келеді. Бәрі де бөлек тұрады. Менен кейін де 2 інім және кішісі жалғыз қарындасым бар. Інілерім бірінен соң бірі оқу бітіргелі тұр. Қарындасым болса 8-ші сыныпқа аяқ басты. Мен ол байғұсқа күн бермеймін. Өзім қыздарға қырғидай тиемін. Соларды көріп біліп, өз қолыммен жасап жүрген соң қарындасымды да қатты қысымда ұстаймын. Баратын жеріне апарып алып келем. Көшеге шығу деген ода атымен жоқ. Қазақтың бар қызына өз қарындасымдай қарасам, қыздарымыз қорлық көрместе еді ғой. Ақыл кірді, жасағаныма өкіндім. Бірақ тым кеш болған кезде. Сонымен не керек, күндер жылжып өте берді. Тәубеме келудің орнына өзімнің әр былығымнан тез құтылып кетіп жүргеніме масаттанған үстіне масаттана бердім. Ауыл ішіне бірте-бірте жексұрын бола бастадым. Көкем мен апамның маған айтарға ақылдары қалмапты. Сөздері де таусылды. Жалғанды жалпағынан басып жүре бердім ғой. Жасағаным алдымнан шықпайынша қаншама қыздарды жылаттым. Жазықсыз ар-намыстарын таптадым. Үнсіз кетсем мақұл ғой, аттарына күйе жағып бай алмастай еттім. Қызым, саған айтуға былықтарымды ұяламын. Жасағанда ұялмадым. Енді не мәнісі бар? Сенің әңгімелеріңнің болашағы бар. Жас буындар оқиды білемін. Менің қателігімді қайталамасын басқалар деген ниетпен бастадым бұл қадамды. Ең болмағанда бір жақсылық жасағаным болсын дейді атам. Маған келіп ешкім етегін ашып бермейді. Ең ауыры олардың сеніміне кіремін. Сезімдерімен ойнаймын. Бір сөзбен әккі жігіт болдым. Менен кейінгі інілерім бірінен соң бірі оқуларын аяқтап қалаға кетті. Үйде қарындасым қалды. Жүрген жерінен шөп шықпайтын мені әкем көз алдында ұстағанды жөн санады. Жұмысқа тұрғызады. Ешкіммен тіл табыса алмай шығып кетемін. Әкемнің жеке қожалығы бар. Жылқылары, қора-қора қойлары бар. Сонымен айналысады. Басыма келген бақты көтере алмаған бейбақпын. Ешкімнің де ештеңенің де қадіріне жетпеппін. Өзекті өртеген өкініш мені жеп жатыр. Арада біраз уақыт өтті. Маған үйлен деп жеңгелерім қыздармен таныстырады. Әйтеуір оларға көңілім соқпады. Қарындасым Қарлығашта бұл уақытта бітіруші түлек еді мектепте. Сабағын жақсы оқыды. Үнемі қалаған жеріне бара алмайтын, ол соңғы мектеп бітіру кешіне баратын болды. Мен бармайсың деп туладым біраз. Көкем мен апам келіспеді. Онда тұрған не бар? Барсын көрсін сыныптастарымен қызықтасын. Соңғы кештері ғой деп. Мейлі деп мен де келістім. Амал жоқ. Біздің аудан шетінде өзіміз болатын. Қарлығаш сыныптастарымен сол жерде отыратын болыпты. Таңертең жиналғаннан түнге қарай қайтатын болып келісіпті. Өзім барып қараймын дегеніммен түрлі кедергі шығып бара алмадым. Сол күні жүрегім мазасызданып, ештемеге зауқым соқпады. Менің жасаған құйтырқы әрекеттерімнің өтеуі ретінде менің де қарындасым қиналды. Иә, тап солай. Қанша жерден қызғыштай қорып бақсам да болмады. Өз бауырым болған соң сөзін сөйлеп отырған жоқпын. Қарлығаш расымен де қылтың-сылтыңға уақыты да ниеті де жоқ қыздардың қатарынан еді. Отырыс жақсы басталған. Өз-өздерімен отырып көңілді болыпты. Тек қайтар уақытқа қарай басқа ауылдың жігіттері қайдан келгені белгісіз сау ете қалыпты. Өздерінше бөлекше отырған екен олар. Кенет жиналып жатқан қарлығаштар дәретханаға шыққан. Әлгі жігіттер осы сәтті күтіп отырған дейді.
Соңынан бірден жетіп барып үн-түнсіз ұрлап алып кеткен. Алысқа ұзамаған. Сол демалыс аймағының маңында жалданған пәтерлеріне келіп, менің қарындасымды еңгезердей 5-6 жігіт кезекпен-кезек зорлап тынған екен. Жанындағы құрбысы қашып кетіпті. Кеш қарайып далаға қою қараңғылық түскен. Достары заң өкілдеріне хабар бергенімен аналар қашып кетіпті. Маған да хабар жеткелі қашан. Жүрегімді қолыма ұстап алып ұшып жеткен бетім осы болды. Сағаттап зорға жүріп қарлығашымды тауып алдым. Керует үстінде өксігім баса алмай жылап отыр бауырым. Жанына жетіп бардым. Қанға бөгіп, бүк түсіп, қос тізесін құшақтап алып, арасында алба-жұлбасы шыққан шаштарын қос қолымен жұлып та, жұлмалап та жатыр. Құшағыма қысып, құшақтай үнсіз ғана егіліп жылай бердім. Ерте келгеніме қуандым. Нұрияның кебін киіп, айырылып қалсам қайтер едім. Кімнен көремін, кімді кінәлі етемін? Қарлығашымның жанарынан тамған ащы ызаға булыққан жастарын қолыммен сүртіп қоямын. Ол байғұс өзін кінәлі санаған болар. Ағам барма дегенде неге тыңдамадым деп өзін жазғырып жатыр білемін. Қайдан білсін осы халге ағасы жеткізгенін. Енді не істеймін? Жылама ботам, өзіңді кінәлі етпе. Сенің түкке де жазығың жоқ дегеннен арыға аса алмадым. Біткен жерің, жеткен жерің осы, жалын деп, ашу мен ызаға булыққан кеудемді зорға көтеріп келемін. Күйігімді ұмытамын деп, арақпен қайта сырлас болып алдым. Соны ішсем болды, түсте көрмеймін. Ешқандай қиналмаймын. Өзіммен өзім рахаттанып жүремін. Ал қарындасым болса, көке апамның қолдауымен, көмегімен күйзелістен арылды. Оқуға түсті жоғарғы. Өткенін ұмытты шүкір оғанда. Сөйтіп базарда қара жұмыс жасаймын. Тапқан тиыныма бірден барып, арақ алып қоямын. Сылқия тойып алып араққа ықылық атып үйге келемін. Не оқымадым, жақсы жарға жар болмадым да, үйге табысымды әкеп пайда да бермедім тірлікте. Ішіп қойғаныммен қалса қуанар едім. Жеңіл жолмен ақша табуды көздедім. Бірден жолым болып көп ақшалар ұтып жүрдім. Қолым жүріп ақшаның астында қалдым. Байғұс сорлы жалын енді жәкеге айналды. Базарда істемей қойдым жұмыс. Көкірегіме нан пісетін халге жеттім. Кеше ғана жылап сықтап жүрген мен бүгінде шіреніп жүрмін. Қарындасымның алдында өзімді кінәлі сезінемін. Оған да келемін, уыс-уыс ақшаны ұстатып кетемін. Бірден ойыннан жеңілдім, құрдымға кеттім, құлдырадым. Қолдағы барымнан айырылдым. Обалы жоқ нағыз оңбаған болдым. Үлкен мөлшерде қарыз болдым. Сөйттім де көзім қарайып қайта ұтам деп өз үйіме өзім шабуыл болып үй құжаттарын алып ойынға тіктім. Бірақ өзім ойлағандай жақсы болмай үйден де айырылдым. Тағы да тентіреп кеттім. Әкем мен анам болса маған қатты өкпеледі. Үндемеді. Үйді босатты да қарындасымды алып үлкен ағамдікіне кетіп қалды. Маған жүр демеді. Ашуға булығып ұрыспады да. Көше кезіп қалдым тағы. Кім кінәлі, біреуді айыптауға бетте жоқ. Мешіт алдында отырып садақа сұрайтын болдым. Апта өткен соң ағаларым келіп алып кетті. Әбден ұрып таяқтады. Қайтсын бәрінің зығырданын қайнаттым ғой. Жасым болса орда бұзар 30 жастан да асқалы қашан. Сонымен не керек үйге алып барды. Шешем байғұс түрімді көріп, жылап жіберіп құшақтай алды. Асты үстіме түсіп бәйек болып жүр. Ал әкем теріс қараған күйі отырды. Қарамақ түгілі сөз сөйлемеді. Сонымен не керек, адам қатарына қосылғым келді дедім ағаларыма. Әуелі баняға түсіп, тазарып алып мешітке қадам бастым. Имаммен сөйлесіп уағыздар тыңдай бастадым. Бірден намазға жығылдым. Арада 2-3 айдай уақыт өтті. Намазға жығылдым. Өткеніме әлі де өкінемін қатты. Іштегі өкініш өзегі жанымды жегідей жеді, құрт секілді. Тәубама келдім, жаңылдым, жаздым деп намазға да жығылдым. Мұныма басқа көкем мен апам қуанды. Менің қателігім ойланбастан жасаған амал әрекетім айналып өзіме келді. Қызғыштай қорыған жалғыз қарындасым өзім секілді хайуандардың жемтігіне айналды.
Шүкір әйтеуір жылдар өтіп ол да өз-өзіне келді. Өміріме тыныштық кіріп, саналы адамның тірлігін жасағаннан бері барлығы жақсы болса да, мына көңіл күпті болуын тоқтатпады. Есіме тек Нұрия келе берді. Наласына қалдым ғой, байғұс қыздың. Жаны қалай қиналды екен. Көз жасын көл етіп, жалған дүниені қимағаны да анық қой. Нұрияны ойласам түңіліп кетемін. Бұлай болмайды дедім өзіме. Бірден ауылға жолға шықтым. Нұрияның әпкелерін тауып алдым. Баяғы бөлесі тұрмыс құрып кеткен екен. Әкесінің үйінің мекен жайын алдым да тіке сонда жолға шықтым. Нұрияның басына барып, Құран оқып, әкесі мен анасының алдынан өтіп, кешірім сұрау болды ниетім. Бардым. Кесірімнің қаншама адамға тигенін көрдім. Нұрия кейіннен түсіме келе бергенінің себебі де осы ма деймін. Әкесі мен анасының қиналғанын көріп, жаны тыныш таппаған ғой. Әкесі марқұм болып кетіпті. Қызының қазасынан соң 40 күндік асында отырғанда орнынан қозғалмай бірден жүріп кетіпті. Ал анасы перзенттерінің зарына шыдай алмай төсекке танылғанын көрдім. Көздері ғана үңірейіп тұр. Сөйлей де, жүре де алмайды. Қаншама жыл өтсе де арада әлі күнге жанарынан тамшылап жас сырғып тамып жатыр. Үнсіз ғана. Айта алмадым. Үйдегілерге досым еді деп Құран оқып қайттым болды. Таксиде қайтар жолда жасқа тұншығып, үркек басыммен үйіме жеткенше жылап келдім. Қасиетсіз адам болыппын, соған күйіндім. Содан соң арада бірер жыл өтті. Анам әкеліп берген келіншекпен бас қостым. Туыстар арқылы ол келіншекпен анам көрісіпті әуелі. Ешкімі жоқ жетім қыз. Өзім секілді бір санасыз надан қойшы ауылына алып кетіп, некеге де тұрмаған. Өз пайдасымен жүріп күн кешкен. Жалақысы да жоқ берген. Ол жерден зорға дегенде қашып шыққан көрінеді. Солай туыстарға кезігіп, мен жар етіп алдым. Алмаймын, үйленбеймін деуге ұялдым. Өмірімде алғаш рет анамның қалауын жасадым. Мешіттен имамды шақырып, некемізді қидыртып берді. Есімі Мөлдір екен. Мөлдір десе мөлдір ғой. Ботадай мөлдіреген көздері мені мына әлемнің қатыгездігінен аман алып қалардай көрінеді. Несін айтамын, оған деген ешқандай сезім болмады менде. Жетім болған соң жылатпайын, осы қызға қамқор болып жасын сүртейін, күнәларымның кешіруіне себеп болса да деп ниет еттім. Жаны таза Мөлдірге уақыт өте келе ғашық болдым. Бір ретте бетіне келіп сөйлемедім. Үнемі көңілін көтеруге тырыстым. Күн өткен сайын оның тәні мен жанының сұлулығын көріп, махаббат оты ұшқындай бастады ортамызда. Пәтерге шығып, әкем мен анамды қолыма алдым. Жұмыс жасап ол кісілердің разылығын алуды көздедім. Бос өткен жылдарымды толтырғым келді. Қарындасым да жанымда болды. Бір жылдан соң үйленбеген, отау құрмаған жігітке ұзаттық. Қарлығаштың жағдайынан хабардар еттім өзім. Ұнататынын, шын ғашық екенін айтты. Қолымнан үкілеп ұзаттым. Содан бері қарлығашым да ақ жаулықты апа болды. Күйеу балам бірде-бір рет бетіне баспаған. Ерінбей еңбек етіп жүрмін. Келіншегім құрсақ көтеріп тұңғышымыз қыз баланы дүниеге алып келеді. Алайда денсаулығынан кінәрат табылып, мәңгілік мекенге кете барды. Бауыр етім балапаным. Содан кейін құрсақ көтеріп, жарық дүние көрсеткен қыздарымыз жасқа толмай шетінен шетіней берді. 5 құрсақ қыз бала босанды. Бәрі де солай, өкінішке орай. Қаншама рет жыладым. Перзент зары, қайғысы өте-өте ауыр екен. Содан соң барып, ұл бала дүниеге келіп, тоқтасын қойдық есімін. Аллаға жалынып, жалбарынып, жылап дұға еттім. Қыз бала берші деп. Тоқтасынның соңынан іле қыз бала босанды тағы келіншегім. Есімін мен Нұрия қойдым. Келіншегімнің көз жасын сүрттім, оған адал жар болуға тырыстым. Үнемі күлдіріп жүрдім. Содан болар Раббымның маған ашуының қайтқаны. Торлана тұрған терезеден түскен күн сәулесі мұны ұйқысынан оята алмай жатқандай еді. Әп-сәтте үй үшін алған бәліш иісі ұйқысын шайдай ашты. Орнынан тұрып, киімін апыл-ғұпыл киіне бастады.
Анасы кеткелі міне жылдан асыпты. Мұндай тәтті иістер үйде сирек болады. Апам ғой, ыстық бәліш пісірген деп күбірлей бастағаны сол еді. Апасының анасы дүниеден өтіп кеткені есіне сап ете түсті. Түскені сол, көңілін мұң торлап, ыстық жас еріксіз көзден шықты. Мұның қыбырын естіген әкесі: «Ерсін, Ерсін, келші, мұнда ыстық бәліш пісірдім. Кел екеулеп шәй ішейік, кел мұнда». Бұл үйдің ырысы мен берекесі кеткендей. Әйелі о дүниелік болғалы бері Азамат жарын мектеп қабырғасынан ұнатып, екеуі ауыл қызығардай жұп болған. Әмина сүйіктісін әскерден тосып келе салысымен бұлар отау құрған еді. Үйленді, үйлі болды. Асыл есімді тұңғышы қалада оқуда. Биыл ғана студенттер қатарына ілікті. Онан кейін осы Ерсін кішісі. Ерсінді босана салысымен-ақ Әминаның жағдайы нашарлай берген еді. Сөйтсе, аты жаман ауру екен. Солай жүріп, аурухананы екінші үйі етеді. Түрлі ем шаралар қабылдап, бәрібір оңалмады. Ерсіні 6 жасқа толғанда бұларды тастап кете барды. Азамат келіншегін қатты жақсы көрген еді. Күндіз балаға қарап, түнде жұмыс істейтін. Ешкімге алақан жаймай, жарының жазылуына бар күшін салған еді. Жаңа туған нәрестені де өзі қарап баптап, қызы екеуі өсірген етін. Әминаш 3 күн үйде болса, аптаның қалған күні емделуде еді. Асыл сонда үй тірлігін дөңгелетіп, ас суларын баптап, інісінің күтіміне де қарасатын еді. Қазір ойлап қарасаң, Асыл да балалық шақ деген мүлдем болмапты ғой. Есін біле, үлкен адамдарша ойлап, бұлардың бір шетіне шығатын. Терең ойда ыстық шайын демдеп отқан әкенің қасына баласы кеп жайғасты. Екеулеп отырып, анасын еске алып, Құран бағыштап дұға етті. Бүгін Асылым келеді екен. Мана хабарласты. Ерсін қуанышын жасыра алмады. Көздері күліп нұрдай жайнады. Әпкесін қатты жақсы көреді. Асылым үй тірлігі мен оқуды да қоса ала жүрді. Зейіні жақсы етін. Қазір де сол әдеті, оқу мен жұмыс. Өзге қыздар секілді ішіп жеу, қыдыруды білмейді. Қызықпайды деймісің, қызығады. Бірақ та бір тиын болсын әкеме апарайын, ініме ойыншық алайын деп артын ойлап тұрады. Әкелері де жастайынан ішімдікке әуес болмады. Ауылға үлгілі осынысыменен. Әкесі о баста қарсы болған. Сендерді асырауға шамам жетеді. Ештеңеге алаңдамай оқуыңды оқы деп. Бірақ қыз тыңдасын ба? Әкеме қолғабыс етем деп қояр да қоймай көндірген еді. Міне бүгін ауылға барамын деп қуанышы қойнына сыймай, қыз емес пе? Жиған терген ақшасына үйге қажетті заттар, азық-түлік, інісі мен әкесіне бір-бір сыпыра киім-кешек, тіпті мен жоқта қажет боп қалар деп дәрі-дәрмегін де алды. Ал өзіне алғысы келгенімен ақша артыла қойсын ба? Ала алмады өзіне. Асыл үшін таза киім, жыртық болмаса болды. Заттарын алып бекетке келді. Автобусқа келіп орнына жайғасты. Шаршағаннан мызғып кеткен еді. Біреу бетіне қарап отырғандай сезініп оянып кетті. Расында жас шамасы өзімен қатарлас жігіт қасына отырып жайғасып жатыр екен. Сізбен таныссам қарсы болмас па екенсіз? Асыл біраз үнсіздік сақтап отырды да, әрине деп қоңырау дауысты нәзік үнімен наздана жауап қатты. Бір-бірлерімен номер алмасып, жақын адамдарша әңгіме өрбітіп, ортақ әңгімелері көбейе берді. Артқа 3-4 сағат тастап, Асыл ауылынан түсіп қалды. Дидарды бір көргеннен өзінің жары секілді іспеттес, іштей бір өзінде сезім пайда болды. Ішкі түйсігі алдамаған еді. Алайда әпкесінің үйге жақындап келе жатқанын Ерсін көшеден көріп, аулаға айғайлай кірді. «Папау, келді әпкем, келді» деп көшеге қайта жүгіре шықты. Азамат та қуанып, шауып жатқан бақша шөптерін тастай сала қызының алдына беттеді. «Асылым» деп еркелетеді өзі. Асылым, келдің бе ботам? Өзің арықтап жүдеп кеткенсің бе қалай?
айттым ғой саған жұмыс жасама деп, оңай емес деп ұлдана ұрсып қояды. Жүрегі езілді. Қызының жүдеу түрін көріп, жоға әкешім, еш қиын емес, кассада тұрамын, соған жауаптымын болды. Ауыр емес қой түк деп, әкесін жұбата қойды. Шын мәнінде түнгі кафелерде ыдыс жуушы, әрі еденін тазалап, дәретханасына дейін жуатын еді. Өзі секілді қатарластар келіп, ырду-дырду би билеп, көңіл көтеріп жүретін. Ал бұл болса, курстастарым, таныстарым көріп қалмасын деп, түрін бүркемелеп жүріп жуатын еді. Мұны айтса, әке жүрегі көтерер ме? Онсыз да жарынан айырылып құса болған әкесін ойлайды. Аллаға әкесінің жақсы адам болғанына шүкір етеді күнде. Дей келе, іштей қынжылатын анасының жоқтығы еді. Бір кем дүние. Түн. Асыл інісін қасына әкеп, үстіне жамылғы жауып, құшағына қысып жатты. Үйге келсе, әр бұрыштан анасының ыстық естеліктері көзіне оттай басылады. Келмейін десе тағы да дәті шыдамайды. Ондайда өзін сүйгенінен айырылып, жар құшағын сезінбей, сағыныштан күннен күнге мүжіліп жатқан әкесін ойлап, есін жиғандай болады. Бір кезде қоңырау үні естілді. Асыл болса әр нәрсе ойлап, ұйықтай алмай жатқан. Ұялысына қарап еді, Дидар екен. Лезде бетіне қан жүгіріп жымия қойды. Сәл күтсін, бірден алғаным ұятты. 3-4 мәрте қоңырау шалғанда барып жауап берді. Екеуі осылай ұзақ сөйлесті. Жарайды, түн тыныштығын тіледім. Ертеңгісін сөйлесерміз. Тәтті түстер көр. Дидар еріксіз жымиды. Мен көрген қыз атаулысынан тым басқа, жұмбағы көп дейсің шіркін. Дидар сымбаты келіскен, қара торы, денелі келген, қыз қырқынның аузында жүрген жігіт сарбазы еді. Бірақ бәрі де Дидар десе, айласын асырып онымен бір сөйлесуге зарға жүретін еді. Бәрін білетін, бәрін көріп жүрген Дидардың бетін қайтарған жалғыз қыз Асыл болатын. Арада 2 жеті өтті. Асыл қалаға келді. Мұны естіген Дидар да қалаға сол мезетте жетті. Әйтпегенде ауылда тындырар шаруалары бар еді. Бірін де аяқтамай, Асыл үшін қалаға қалай келгенін өзі де аңғармай қалды. Дидар жақсы жердің баласы. Әкесі ауыл бизнесмені, анасы мектеп директоры. Дидар кенже ұл, өзінен үлкен 2 әпкесі, 1 ағасы бар. Әпкелері тұрмыста, бәрі де өз жөндерімен. Ағасы Астана қаласында ірі спорт кешенін басқарады. Дидар ағасының жанында. Оқу бітірген, қызба мінезді. Қай жерде төбелес сонда жүретін әдеті де бар еді. Уақыт өз дегенін алмаушы ма? Міне жұп атанғалы Дидар мен Асылға 3 айдан асты. Бұл уақытта әкесі мен ерсінің күндері күнделікті өтіп жатқан. Дидар Асылға жұмыс істеуге рұқсатын бермей қойды. Асылдың жағдайын білетін, жақсы түсінетін, жұмысынан шығарарда өзім қамқор болам, ендігі жерде маған арқа сүйе деп алаңсыз тек оқуына жіберді. Асылға түрлі сыйлықтар, ауылға деп ақшалай беріп, отбасын да тарықтырмады. Ағасының ізін жалғап, екеуі бірге осы жақтан да спорттық кешен ашып, оны Дидар басқарып айналысып жүрген. Баяғы ойын-сауық, қыз қырқынмен жүретін Дидар жоқ. Қыздарды бірінен соң бірімен жүретін ол қазір көзі тек Асылда еді. Асыл бойы орташа, шашы ұзын, келісті сүйкімді қыз болатын. Қылықтары да бір тәтті еді. Дидардың оң жаққа өзгергенін көрген отбасы қуанышты еді. Бір күні оқуда отқан Асылға ұялысына хат келді. Сәлем, танымадым. Сенімен сөйлесер сөзім бар. Қай жердесің? Мен барамын қазір. Дидар туралы. Асыл ұзақ ойлана қалды. Бұл кім болды? Дидардан сұрасам ба екен? Жоқ, қоя тұр. Алдымен жолығып алайын. Әлгі қыз Асылдың оқуына келіп, сыртта күтіп отыр екен. Асыл шыққаны сол еді, өзіне тесілген көзден кім екенін аңғара қойды. Асыл, сенсің ғой. Я, мен не болды? Сен өзі кімсің? Ауылдан келіп, сүмірейіп, менің жігітімді тартып алған сен екенсің ғой. Мырс етіп, миығынан күлді де, мына сенің қай жеріне қызықты екен Дидар? Дидарға бұйырмай кеткен бақпын, дейсің бе өзіңді?
Сен секілді ақымақпен уақыт өткізуге ниетім жоқ. Жолдан бұлай тұр деп өтпелі болған. Асылдың қолынан ұстап тұрып, енді менің жігітімнің маңына жолама. Сен секілді мүләйімсіген қыздарды білем ғой. Саған керегі ақша ма? Мә көзіңді құрт деп бір бума ақшаны қолына ұстап, Асылдың кеудесін ұрды ақшамен. Бұл қылығы Асылға өтіп кетті. Дидар, сенің жігітің бе еді? Демек, сен оған ермек үшін қажет болғансың ғой. Сені сүйсе, маған қараушы ма еді? Жарайды, бір-бірлеріңді сүйсеңдер, мен бөгет болмайын. Бірақ Дидардың сені сүймейтінін жақсы білесің ғой. Қыз басыңмен неге қадіріңді кетіріп, өзіңді ұнатпайтын адамның соңынан жүрсің? Мені өзіңмен салыстырма. Дүние үшін арымды сатпаспын. Өзіңе қалдыр. Менен гөрі саған қатты қажет болар дегені сол. Сүйектен өткен сөздерді көтер алмай, Асылды өзіне тартқан қыз суық қанжарды ішіне тығып жіберді. Ішіне тығып, суырып алып ызамен екінші мәрте қайта сұқты ішіне. Бәрі де қас пен көздің арасында болды. Есін енді жиған қыз не бүлдіргені миына жетті-ау. Суыт қаша жөнелді. Соққыдан қансыраған Асыл жерге сұлқ түсті. Осы сәтте барып адамдар жанына жиналып, жедел жәрдем шақырған. Нәзік қыз пышаққа ілінген оңай ма? Жедел жәрдем келгенше есінен танып қалды. Жанына жиналған жандар ұялысын алып, жақындарына хабар берейік десіп жатты. Сол сәтте жедел жәрдем келіп, Асылды алып кетті. Сондағы қыздар Асылдың соңғы сөйлескен адамына хабар берді. Дидар суыт хабарды естіп, лезде ауруханаға жеткенімен Асылды көруге үлгермеді. Уақиғаның жай-жапсарын білгенмен кім істері мүмкін деген ойға қалды. Қай қыздан болмаса кімнен көрерін білмейді. Бір білері өзінің қатысы барын әйткенмен іші сезіп тұр. Әкесі мен інісінің жағдайы едәуір жақсарып қалғандай. Азамат қолда мал ұстағанды, баққанды жақсы көреді. Жұмысынан қалған уақытында үй тірлігімен шаруаларды реттестіремін деп уақыты да өтіп жатыр. Азамат мектепте күзетші. Ерсін болса биыл 1-ші сыныпқа қадам басқан. Жаста болса бастығы мен зеректігі мен ұстаздар көзіне ілініп те жүр. Асылымы, папа, көңіліңізге жаққан адам болса алып келіңіз. Біз қарсы емеспіз, сізді түсінеміз ғой деп әлдеқашан айтқан. Балалар айтуынша айтқанымен бұл жайлы мүлде ойлаған емес. 40 жасты алқымдаған шағында үйлену ойына да кірмепті. Жан-жарын сонша жақсы көргені ғой, оның орнын ешкімге бергісі жоқ. Ота бөлімшесінің алдында сағаттап күтіп тұрған Дидар небір ойды басынан өткерді. Жүрегі шын жылады. Ғашығын жоғалтып алсам, мен не боламын? Аллаға жалбарынып, мен енді бақыт дәмін татып жатқанда, тартып алма менен бақытымды деп күйінді. Нар тұлғалы ер азаматтан қимас жастар шықты жанардан. Жүрек жартысын аңсап күңіренген сәт еді. Ыза мен жұдырығын түйді. Кім болса да аямаспын деп тістенді. Ота 4 сағатқа созылды. Жан сақтау ота бөлмесінен дәрігер шықты. Аласұрып, жаным қалай? Алғашқы сөзі осы болды. Жағдайы бір қалыпты. Көк бауыр жарақаттанған, біраз қан жоғалтқан. Қанды зорға тоқтаттық. Алла шипа берсін. Дидар аман қалғанына қуанып, дәрігердің қалтасын қалыңдатып алғыс айтты. Ойы белгілі, сүйіктісіне жақсы қараса дегені. Алмаймын деп қарсылық танытқанына қоймады. Сол екен реанимацияға Дидарды кіргізді. Жүгіре кіріп, асылымына қауышты. Аппаратта дәрменсіз жатқан жарығын көріп, бір жылап алды. Қолына келіп, қолын ұстап сүйе беріп, қысып отырды. Бір тәуліктен соң Асыл есін жиып, өз-өзіне келе бастады. Палатаға да шығарған беті осы еді. Дидар Асылдан кім жасаған, қалай болды бұл өзі деп тергеуге ала бастады. Асыл баяндаған қыз мұның есіне бір жанды салды. Зарина, бұл Заринаның ісі. Онымен болған ара қатынасын бәрін түгел айтып берді. Мен қазір келемін. Онымен мен барып сөйлесіп келемін.
Қазір келемін күнім. Осы сәтте Асылдың ұялысына қоңырау шалынды. Әкем екен ғой. Абдырап әбіржей бастады. Алло, әкешім, қалайсыз? Ерсінім жақсы ма деп ауырсынып жатса да күліп жауап беруге тырысты. Қызым-ау, 2 күн бойына өзіңмен хабарласа алмай қалдым ғой. Енді болмағанда қалаға шығып өзіңе барғалы отырғам. Жоқ әке, әуре болмаңыз. Телефоным бұзылып жөндеуде жатқан еді. Алған бетім осы. Оның үстіне оқуда емтихандар көбейіп кетті. Өзінің алғашқы өтірігіне ұялып та жатты. Қоңырауды тез аяқтауға асықты. Сен жатып, тынығып, күш жина, маған отбасыңа керексің жаным. Дидар палатадан шыға асыға аяқ басты. Қайдағы біреудің сүйіктісіне жапа шектіреді деп ойламаған бұл ісіне жауап алуға тіке Заринаға жол тартты. Оған қоңырау шалып, кезігетін жерін белгіледі. Жолығып, Заринаны тарпа басталды. Сенің мұның не? Біздің арамыз әлдеқашан біткен. Мен сені есті қыз деп жүрсем, есің кеткен екен сенің. Ол өзі ғой, ВКонтакте желісінен маған жазып, аузына келгенін айтып, менің намысыма тиген. Екеуміз түскен суретке балағат жазып. Сен оны жақсы қыз деп жүрсің бе? Негізінде ол дей бергені сол еді. Есіңді жина, оны енді мазалама. Мен сені бұрын ұнатқан шығармын. Бірақ мұным қате екен. Қазір мен тек Асылды ғана таңдадым. Өмір бойы сол деп өтемін. Екеудің әңгімесі тарқап, Зарина сол жерде жылап қалды. Жылағанына қарамай кете барды. Ауруханаға келіп, ғашығының күтімімен айналысты. Арада 2 ай уақыт өтті. Уақыт емші демей ме? Дидар сырға салып, Асылын ұзатып алып келгелі 2 жеті өтті. Ұзату алдын Азаматтан қолын сұрап, оларға бар көмегін аямады. Азаматтың көңілінен шықты бұл бала. Қызын жылатпасына көзі жеткен соң-ақ батасын берген-тін. Ешкім болашағын болжай алмайды ғой. Асылды әлі талай жыларын білгенде берместе еді ғой. Жақсы жерден қоныс тапқанын, сонда көшуін сұрады. Әкесі қарсы болды. Әминашым, мен көгерген жерде қаламын деп көнбеді. Дидар ұзатуға деп қомақты қаржы берді. Ешкімнен кем болмай, көңіліңдегідей болсын бәрі деп, Асылдың ағайын туыс жеңгелері, нағашы жұрты бәрі де ұзату қамымен жүр. Шешем жоқ демесін деп жөн жоралғысының бәрін қатардан асырып жасады тіпті. Асыл аңқылдаған, ашық жарқын жан ғой. Сонысымен қайын жұрты мұны жақсы көрді. Енесі де атасы да көргенді кісілер екен. Асылын өз қызындай қабылдады. Тек абысыны шайпау мінезді мұны аса ұната қоймады. Талай қиындықтан қаймықпаған Асыл абысынына күліп қарап жүрді. Әпкелері бір-бір шаңырақты түтетіп отқан келіндер. Өз сыйларымен келіп, сыйларымен кетеді. Жыл салып, Асыл құрсақ көтерді. Оқуында биыл аяқтап дипломын қолға алады. Сол жөнінде қалаға келіп, екеуі 1 айдай аялдады. Осы күндерден бастап Дидар өзгере берді. Болмайтын нәрсеге ілік іздей бастады. Бастапқыда жұмыстан шаршап жүр ғой деп түсінуге тырысатын. Кейін жарының жүкті екеніне қарамай соққыға жығып төбелейтін болды. Еш нәрседен тарлық көрмеді. Жас отбасылар құсап қиналмады. Бәрі де бар еді. Ата-енесіне болып жатқан жайттарды айтпайтын. Сондай ұрыстың бірінде енесі қалаға жолы түсіп, келіннің шермеген қарны мен көк ала болып жатқанын көріп, өзін ұстай алмады. Бала сымағын аямай ұрсып үйден қуып шықты. Асылым-ау, неге айтпадың бізге? Мұны білгенде сені жалғыз қалдырмаушы едім ғой. Білмеймін, мама, басылатын шығар деп жүргем. Бірақ адам танымастай өзгеріп кетті ғой деп еңкілдеп кеп жылады. Енесі Ахлима апай келініне ыстық тамағын жасап, жара жерлерін таңып, ұйқыға жатқызып, өзі бір жерге баратынын айтып шығып кетті. Ахлима құрбыларынан Тәуіп апаның мекен жайын сұрап барды. Барғаны жақсы болар ма? Ұлыңды бәз біреулер сиқырлап тастаған. Жарын көрсе, жын көргендей етіп қойған. Ерте келгеннің жақсы болыпты.
жұбайлардың арасына суытпада жасалған деп Ахлиманың төбесінен мұздай суды құйғандай болды. Дидар үйге келіп келіншегін өлімші етіп сабап, іші шығып қалған құрсақтағы ұрпағына да қарамай, Асылдың шашынан сүйреп, анамды әдейі шақырдың ғой, сен қатын деп алып бара жатқан ашу-ызасымен ұрып-соға берді. Асылдың сөйлеуге әл-дәрмені қалмағаны сонша жерге сұлық түсіп жатып, шарасыз күйде еңіреп жатты. Дидар бір сәт есін жиып, өзінің қалай мұндай іске барғанын түсінбей мең-зең болып тұр. Бұлардың шуына қанық болған көршілері жедел жәрдем шақырды. Ахлима үйге келіп, пәтерде болып жатқан абыр-сабырды көріп жүгіре түсті. Әншейінде жақын жерге жете алмай кетті. Жедел жәрдемге тиелген келінін көріп есі шықты. Жанына жетіп, келіннің қолынан мықтап ұстап, шарасыз күйде отты. Асыл сонда: «Мама, бұл өмірде анамнан жастай қалдым. Әкем біз деп үйленбей, біз үшін барын салды. Әкем маған ана орнына ана, әке орнына әке болды. Мен кетсем, олардың күні не болады?» Өзі әзер сөйлеп жатты. Ақырғы рет тілге келіп түсінгенім, әкем маған жер бетіндегі ең керемет мейірім мен махаббатты сыйлапты. Әттең, мен неге асықтым екен? Әкемнің маған ешкім ондай болмас періштем екенін ұқтым деп соңғы рет тілге кеп кете барды. Дидар жасаған ісі үшін түрмеге тоғытылды. Алла шебер ғой. Зарина еткен жаман қылықтарына, екі жастың обалына қалып, тағдыр тауқыметін көп көрді. Оның көрері әлі алда еді. Ал әкесі болса, жалғызы үшін шыдап бақты. Ендігі арманы ерсінін оқытып-шоқытып, жақсы ер азамат қылып тәрбиелеу еді. Қызымның қалауы етін деп жақсы жарға жолықты. Дидар тар қапаста отырып, басынан бағын тепкенін кеш түсінді. Бұл әңгімеммен мен не жеткізгім келді? Ата-ана қадірін білейік. Біреудің бақытын қызғанбай, керісінше тілеуін тілеп, жанашыр болса, біздің де көреріміз тек жақсылық. Ана тілегі. Жасы 60-қа келген оқырман апам өзінің өмірін айтып беруді маған жөн санаған екен. Жалпы бұл әңгімені оқып отырған халық жақынының қадірін білуге, бар жақсыға лайық ана екеніне толық көзі жетеді. Шынымды айтсам, бұл әңгімені жазу оңай емес. Естігеннен-ақ қос жанарым жасқа толған еді. Ауыр әңгіме, бірақ ой салар әңгіме. Өзім қарапайым отбасында дүниеге келдім. Қазақы тәрбиенің қаймағы бұзылмаған, адамгершілік пен адалдықты басты міндетіміз деп санаған отбасында өстім. Аллаға шүкір, әке-шешем адал табыспен күн көріп, бәрімізді бағып-қағып жетілдірді. Өнегелі тәлім-тәрбие берді. Анам 7 құрсақ көтеріп дүниеге алып келді. Мен 5-ші баламын. Бауырмал бауырларым мен ата-ананың сөзінен аспай, ұятқа қалдырмай, жақсы болып өсіп, ұлымыз ұяға, қызымыз қияға қондық шүкір. Мектепті жақсы, ел қатарлы білім алып, мектеп бітірдім. Жоғарғы оқу орнына қалаға түстім. Бірақ шыны керек, қаладағы жора жолдас, құрбыларымды болашағыма ешқандай да байланыстырмадым. Оларды менсінбегеннен емес, жүрегімде басқа сезімнің ұялауынан болды. Яғни, өзіммен бірге бір мектепте оқыған сыныптасым Арманды жақсы көретін едім. Оның да мені сырттай ұнататынын сезетінмін. Болашақ жарым ретінде көріп, курстастарыма дейін айтатын едім. Менің аттастырылған жігітім бар деп. Сол Арман есімді жігітті арман етіп, сөйтсем ол бала да солай ойлап жүріпті. Менде көңілі де болған екен. Бірақ неге екені, бәлкім сол кездегі қазақы тәрбие ұяңдығымыздан болар, бір-бірімізге ашылып айтпаппыз. Совет өкіметінің кезінде көп нәрсеге тосқауыл болатын, әсіресе қыз балаға. Ол да бір дұрыс дүние екен деймін. Қазір қарап отырсам, студенттік шақта мені де сол қаланың баласы ұнатты. Мен десе өзгеше көңілде болды. Оңтүстіктің баласы еді.
қандай жағдай болсын сені аламын деп айтып жүретін маған. Сонымен ауылға бір қыдырып барғанда сыныптастарыммен бас қосу болатын болды. Мен ұнататын жігіт Арман да ауылда. Екеуміз де бір сыныптан болдық қой. Кезекті бір отырыс жиынымыздан қайтып келе жатып, Арман мені үйіме шығарып салатын болды. Сол сәтте екеуміздің арамыздағы сезімге көк аспандағы жұлдыздар мен ай куә, қара түн куә еді. Арман маған өз сезімін білдіріп, мен үнсіз тыңдап, сол сәттен бастап бізде қыз-жігіт болып жүре бастадық. Ғаламның тек ғажабы көрінді бізге. Екеуміз қол ұстасып, үнемі бірге жүретінбіз. Мен ол кезде 2-ші курста оқимын. Ауылға демалыс сайын келемін. Қыс мезгілі болатын. Махаббаттың ыстығы деген осы бұлар. Ұстасқан қолдарымыз ажырамай, қақаған қыстың суығында да таң атқанша бір жүреміз. Сонда тоңбаймыз мүлдем. Тәтті сезіммен жүріп, бізден асқан бақытты жан болмады. Сөйтіп қала мен ауыл ортасында жүрдім. Келесі бір демалыста ауылға келемін. Келгенімде Арман мен кешкі кездесуде маған айтқан құрбыларымның сөзін ойымда ештеме жоқ айта салыппын. Группаластарымның айтқаны ғой. Перизат, сен әлі жүрсің ба? Біз ойлап едік сені алып қашқан болар деп. Айтқанын Арманға мен де әңгіме арасында айтамын күліп. Ол артық ештеңе демей деген күйі қалды. Бірақ сол сөз әсер етеді деп ойламаппын мүлдем. Сонымен мен де бір семестрді оқуымды аяқтап, 2-ші семестрге дейінгі ортада практика болды. Практикаға басқа қалаға баратын едім. Практикаға кетпей жатып, ауылға 2-3 күнге деген дүние жоқ. Поштаға тапсырыс айтып барып сөйлесесің. Қаншама кезек күтетін. Солай ауылдағы Арманмен сөйлестім. Практикаға кететін болдым. 2-3 күнге ауылға баратынымды ескерттім. Арман, жарайды деп үнсіз қалды. Сол сәтте жаңағы қаладағы мені ұнататын жігіт те маған, саған мамыр айында құда түсіп барамыз дейді. Бірақ мен елемедім. Ол баланы ұнатпайтынмын. Көңілім тек Арманда еді. Сонымен не керек, ауылға бардым 1-2 күнге. Кешкісін Арман кездесуге шақырды. Мен де шықтым, ойымда түк жоқ. Сөйтіп тұрғанда Арман маған айтады: Перизат, жүрші, бір жерге барып отырайық дейді. Машина деген ол кезде көп адамда жоқ еді ғой. Заман сондай болатын. Блюккабай деген машиналары болатын. Ескілеу келген. Соған отырып алып шықтық. Жолдан сыныптас ұлдар отырып жатыр. Таңданып қоям, не болды екен деп. Сұрасам, әр нәрсені айтады. Шамалы уақытта быйпылдатып бір үйге алып келді. Жүрегім тарсылдап аузыма тығылды. Көлікті ашып маған орамал салып жатыр. Мен түспеймін, салдыртпаймын деп түспей отырмын. Ауыл адамдары, жеңгелерім қойсын ба, жұлқылап, улап-шулап түсіріп алды мені. Үйге кіргізді. Енем жарықтық, орамал саламын деп жатыр. Мен айтамын, мен тақпаймын орамал. Әлі менің оқуым бар ғой деп шыр-пыр боламын. Сөйтіп отырғанда ағам мен жеңгем келді, соңымнан қуып. Ағамның айтқаны ғой сонда: Перизат, сен қанша күт, қанша сағат күт десең де күтемін. Ойланып шешім қабылда. Маған өзіңнің қалауыңды айт. Былай қарап байқасам, қалғың жоқ-ау бұл үйде дейді. Ағамның мойнынан тас қылып құшақтап аламын. Есікке дейін бірге барамын да, ары қарай кетпей қайтадан төргі бөлмеге кіремін. Аға деген қарындасының қамқоры, қолдаушысы емес пе? Ағамның мойнына асылып, тағы есікке дейін барамын да, қайтадан кері қайтамын. Ой деген жүйрік қой сонда. Мен қайтып барсам, әке-шешеме ұят болады ғой деймін. Сол екі ортада қалың ойға түсіп. Арман да жаман бала емес. Хош, сонымен қалатын болдым. Шыны керек, қой, келін болып түскен жерім мені онша жақтырмағандай. Барлығы басқаша. Маған өзге көз қараспен қарап жүр. Ол кісілер мені жүкті аяқ болып қалды деп ойласа керек. Оның үстіне бала да бір күнде үйленемін деп асығыстықпен алып келген ғой. Осы әрекеттер де маған салқын қарауға сеп болғандай. Ауылда 1 апта жүрдім де оқуыма кететін болдым, қалаға, Атырауға. Арман мені шығарып салып,
қалаға дейін әкеліп орналастырып кетті. 3 ай уақыт өтіп, демалысқа шығып ауылыма жолға шықтым. Жанымда жолдас қызым бар. Ауылға келіп, пойыздан түсіп жатсам, Арман келген екен мені алып кетуге. Сонда мен жолдасыма жоқ, мен өз үйіме барамын деп, онымен ілеспей әке-шешемнің үйіне келдім бірінші. Шәй ішіп болған соң, анам маған келіп, Перизат, әкең маған ұрсып жатыр. Ол тұрмыс құрған қыз, бұл үйге неге келеді? Бізді қарабет қылғысы келеді ма? Өз үйі тұрғанда мұнда келгені несі? Сол үйге барып, сосын-ақ келер еді ғой деп, ренжіп айтқан әкемнің сөзін жеткізді маған. Ол кезде әке деген шешесі арқылы айтатын қызына, тіке бізге сөйлемейтін. Содан соң жолдас қызымды алып, өз аяғыммен Арманның үйіне келдім. Үйге келіп, дарбазаны ашып кірген бетімде атам шықты алдымнан. Әкем мен шешемнің құлағыма құйған өсиеті бар еді. Қызым, бізді қандай көресің, ата-енеңді де сондай көр. Бізді қалай жақсы көресің, ата-енеңді де солай жақсы көр деп үнемі айтып отыратын. Атам қатал мінезді кісі болатын. Ойымда түк жоқ, өз әкеме ұқсатып, атамды құшақтап, бетінен сүйдім амандасып. Сонда атам тұрып, енді қалғаны келіннің бетімізден сүйгені еді деді. Ал керек болса, жүрегім тас болып қадалды. Көңілім жабырқап қалды. Үйге кіріп алып, өкінейін, ұят болды-ау деймін. Сонымен не керек, келіндік өмірім басталды. Ере келген құрбымда 2-3 күннен соң өз ауылына қайтты. Келіндік міндетімді атқарып жүріп, уақытта өтіп кетіпті. 1 ай уақыт өткен соң оқуға кететін болдым. Өзім әлі бала болғанымнан болар, құрсақ көтергенімді білмеппін. Ата-енем обалына не керек, оқуыма қарсы болмады. Жолға шығып, қайтадан қалаға келдім оқуға. Оқуда жүріп, тағы да 1 ай уақыт өткен соң жүкті болғанымды білдім. Білгенім сол, етегім жасқа толып әбден жыладым. Білмеймін, неге жылағанымды. Балалық болар бәлкім, сонымен гинекологқа барып көріндім. Алдына келгенім сол, тағы да жылаймын ғой. Орыс кісі болатын дәрігерім. Неге жылайсың? Босанғың келмей ме дейді. Мен басымды изеймін үнсіз. Жақсы дейді. Ертең кел, жарай ма? Тағы біраз ойлан деп, мені арқамнан қағып шығарып салды. Жатақханама келдім. Жылап-жылап тағы да таңда тұрдым. Ауруханаға қайта келдім. Келсем, кезек көп. Күтіп отырдым біраз. Әйтеуір сол сәт бірдеңе жегім келіп, барып жеп келе қояйын. Кезекте оған дейін кеп қалатын болар деп шығып кеттім. Колбаса мен булочкамды алып, саябаққа келіп жеп отырып, ойландым әбден. Қарным тойып, жеп болған соң, көңілім орныққандай болып, қайтадан жатақханама келдім. Өз-өзімді түсінбеймін. Жолдасымды жек көре бастадым. Соның әсері ма, жанымдағы қыздарды да жек көрдім. Адам көргім келмеді. Теріс қарап жатамын, олар ұйқыға кеткенше. Қыздар 11-де жатады. Олар ұйқыға кеткенде мен тұрамын орнымнан. Тамақ істеп ішіп алам. Істемесем, әр нәрсені шұқып жей саламын. Одан соң сабағымды оқимын. Bir күні ауылдан хабар келді. Жолдасым Арманды әскерге шақырған екен. Хабарды естіп ауылға бірден жөнелдім. Онсыз да жолдасыма жек көру сезімі пайда болды емес пе? Әскерге кетемін дегенін тіптен ұната қоймадым. Жібергім келмей. Әскерге бармасаң болмай ма деймін. Ол болса жоқ дейді. Сонымен не керек, уақытым болса да шығарып салуға қалмай, оқуым тығыз деп айтып жолға пойызбен шығып кеттім. Себебі сол мені тастап кетіп жатқандығында еді. Ол заманда әскерге 2 жылға баратын еді ғой. Ол кез тұп-тура сол 1986 жылдар еді. Қып-қызыл қырғын көтерілістің орын алып жатқан кезі. Арманды әскери борышын өтеуге Мәскеу қаласына алып кетті. Қонаев атамыз орнынан түсіп, Колвиннің басшылық заманы орнап жатыр. Сонымен не керек, келер жылы оқу бітіремін деген кезде наурыз айында ауылға келдім. Келесі айда тұңғышым қызымды босанып алдым. Жолдасым жоқ үйде. Жүруде маған оңай болмады. Қыз күнімдегі еркіндіктің дәмін өгейсіген маған ол үйдің адамдары мені жақсы қабылдамайды деп ойладым.
әлде солай көрінетін маған. Ауылға барып, қызымды босанған соң 2 апта өтер-өтпес қайын-атам ақтық сапарына кетті. Мен босанған шақта менімен қатарласа босанған абысының баласы жасына толмай жатып жұмысқа шығып кетті. Мұны көріп мен де жұмысқа шықтым, қалмайын деп. Кішкентай қызымды тастап кетіп жұмысқа шықтым. Сонымен не керек, 6 ай сайын Арман демалысқа үйге келеді. Мен сөйлеймін жаңағы, неге келе бересің? Мен де барайын деген едім, қызымды ертіп деймін. Сөйтіп жүріп Арман да 3 рет келді. Жолдасым келген соң, енем жиып жүрген ақшаңды бер, өзі келді ғой дейтұғын. Атамыздың асын бердік, жылға жуық уақыт өтті. Бір күні қызым қатты ауырды. Солай жиі қайталанып ауыра берді. 3,5 жасқа келгенше ауруы қайталана берді. Жолдасым Арманның да әскердегі борышының уақыты бітіп, үйге аман-есен оралды. Қайын әпкелерім тұрмыста болды. Бәрі өз-өзімен. Мен түскеннен кейін 3 жылдан соң абысымды бөлек шығарды. Солай жылжып уақыт өте берді. Жалғыз қайным да келін әкелді, шүкір. Келінімнің жұмысы абысыныммен бір жерде екен. Екеуі бір жерде жұмыс жасаған соң ба, ым-жымдары бір болды. Мен шеттетіліп қала беретінмін. Сонымен мен де сыйымды кетірмейін деп ұрыспауға тырыстым. Тұңғышымнан соң Алла беріп тағы да құрсақ көтеріп қыз бала босанып алдым. Келініммен бір шаңырақ астында 3 жылдай уақыт тұрдық. Сол аралықта келінімнің көрсетпеген құйтырқы істері қалмады. Сонда да перизат қой деп өзімді тоқтатып, не де болса көнейін, ақылмен жеңейін деп соған тырыстым. Бір күні шай үстінде енем қайныммен бізге біреуің бөлек шығасыңдар деді. Мен бірден біз қаламыз дедім. Сонда енем жарықтық, жоқ, перизат сен пысықсың, мына келінім бостау қолымда қалып бәріне баптаймын деді. Келінім жылап, сиыр сауа алмаймын, не істеймін дегенде енем тәйт, перизат 2-3 күн үйретіп кетеді деді. Сонымен үй қарап бастадық. Сонда абысыным өңшең тапал құлайын деп тұрған үйлерді көрсетеді екен. Арман келіспей, еңсесі биік үй аламын деп көнбей, өзі дұрыстау үй тапты. Сол үйге бөлек шықтық. Бұл жаққа келмей тұрып, келініме 2-3 күн сиыр саууды, басқа тірліктерді істеуді үйретіп кеттім. Екеуміз жабылып біздің алған үйді ақтадық. Бірлесіп үй ішін реттеп көштік. Осы уақытта пайдаланып, келініммен жақын болып алдым. Обалына не керек, келінім әке-шешеден ерте қалған, мінезі жұмсақ болды. Бөлек шыққан соң тұп-тура 3 айдан кейін қатты ауырдым. Сөйтсем, женский жағым ауырған екен. Дәрігерлер маткамды алып тастады. Уақыт өте берді. Күндер зырғып, 2 қызбен қалдым ғой. Сол кезде елдердің ұл тумады деген әңгімелерін естіп қаламын. Бірақ бетіме келіп ешқайсысы айтпады. Көңіліме қараған болар. Содан маған қиынға соқса да Арман соңынан ұрпақ болсын. Мен ешқандай ренжімеймін. 2-ші әйел, яғни тоқал ал дедім. Перизат, не айтып отырсың? Сені мектеп кезден ұнаттым, әлі де ұнатамын. Сенен өзге ешкім қажет емес. Осы 2 қызым аман болсын. Бұларды 10 ұл берсе де айырбастамаймын. 2-ші бұл әңгіме қозғама деп мені тыйып тастады. Тұңғышым Зарина қайтадан ауырып қалып жүрді. Апармаған жеріміз қалмайтын. Ішімнен жолдасыма риза болдым. Менің қайта отбасын құр, мен 2 қызбен амалдап күн кеше беремін деп 1-2 мәрте айтқанымда, қанша рет айтсам да менің бетімді сонша рет қайтарды. Соңында, перизат, сені бала кезімнен жақсы көрдім. Қолым өзіңе зорға жетті. Енді бізді тастап кетіп, басқа үй құр дейсің бе? Мұның не сенің? Енді қайталамашы өтінемін деп соңғы рет тағы да маған осылай жауап берді. Одан кейін бұл тақырыпты қозғамадым. Заринамыз қайта-қайта ауыра берді. Қаражат керек қой, үй болған соң. Күйеуім осындағы жұмысын тастап, шет жаққа жұмысқа кетті. Уақыт демде екен ғой. Арада қаншама жыл өтті. Заринам бірде ауырып қалса, бірде дұрыс болып қалады.
Күндеріміз осылай бір-біріне ұқсап өте берді. Арада 20 жылдан астам уақыт өтті. Арман сол сырттағы жұмысын жалғастырып келіп кетіп жүрді. Сыртта жүрсе де ешқандай артық қылығын көрмедім. Қыздарымның алды бұл уақытта студент атанып жатты. Енеміз болса ауырып қалған еді. Төсек тартып біраз жатқан болатын. Шүкір уақыт өте келе 3 абысын бір үйдің қызындай тату болдық. Үшеуміз де көргенді өсіп өнген елдің қызымыз ғой, балалықпен бір-бірімізге қырын қарасақ та кейін тату болдық. Енемізді үшеуміз жабылып жуындырамыз. Өзім бойшаң қыз едім. Мен енемді қолтықтап көтеріп тұрамын. Келінім жуындырып тұрса, абысыным суын құйып тұратын. Үшеуміздің үйіміздегі тірлікті бірлесе атқарып, абысын тату болса ас көп екеніне дәлел болып жүрдік. Біраз уақыттан соң енем жарықтық дүние салды. Кетер уақытында бәрімізге ақ батасын беріп, өсиет сөздері мен алғысын айтып кетті. Кешірімін де сұрады. Сендерге разымын, өсіп өніңдер деп батасын да берген қайран енем. Неге кешірім сұрағанын білмеймін. Ажал аузында жатқанда ана дүниеге таза болып барғысы келген болар. Пендемін ғой, ренжітсем кешіріңдер деді ма екен. Абысыным екеуміздің үй жайымыз бөлек, келінім қолда қалған. Қыздарымды жоғарғы оқу орнына түсірген кездегі бақытты тіліммен жеткізіп айта алмаспын. Екі қызымның да бойлары сүйріктей ақ құба өңді бір қызым, біреуі қара торы реңдері әдеміше келген. Мақтанды деп сөкпеңіздер. Екі қызымды әкесі екеуміз ештеңеден тарықтырмадық. Қолдарына тақтық, саусақтарына тақтық. Өзгелер кимеген киімді киді. Заманының бар жақсысын екеуіне бердік. Сонда қайнапаларым әкесі жақсы табады деп менің қыздарыма ештеңе әкелмейтін. Абысыным мен келінімнің бала-шағаларына үйіп-төгіп әкелетінмін. Мейлі-ау, әкелсе әкелсін, қызғанбаймын ғой. Тек бөліп жаратындарын түсінбейтін едім. Соған шыдамай, мен де барып айтарымды айтып кетемін. Ішімде қалдырмаймын. Тік мінездімін ғой. Шыдай алмай барып ұрсып кететінмін. Содан олар мені ұнатпайтын. Заманда өзгерді ғой біртін келе. Оқуларын аяқтап қыздарым тұрмыс құрды. Кіші қызым, үлкен қызым тұрмыс құрған соң, 1 жылдан соң тұрмыс құрды. Алыс елге тұрмысқа шықты. Күйеу балам да, құда-құдағиым да жақсы жандардан болып шықты. Хадиям, кіші қызым пысық болды. Барған еліне бірден сіңіп кетті. Ана жүрегім езіліп, егіліп осы Заринамның ауырып қала беретініне ем қонбай қойғанына көңілім түсетін. Апармаған жеріміз қалмады. Емдетеміз, дұрыстау болып жүреді. Кейін қайта ауырып қалып жүрді. Заринам жақын жерге тұрмысқа шықты. 23 жасында. Қызымның ауыратынын біліп алды. Қызым эпилепсиямен ауырды. Айлық белгісі келгенде ауырады. Тек түнде, ал күндіз жақсы жүреді. Заринамның артынан дүниесін апардық. Тіпті пәтеріне дейін алып берді әкесі. Құдағиым пәтерді сатқысы келеді ма, сондай жағдайлары болды. Қарызға кірген деп естідік. Соны жапқысы келеді ма, білмедік. Оған үндемедім. Пәтері құрсын. Бақытты болса болды деп көз жұмдым. Арада көп уақыт өтпей қызым қоңырау шалып, мама маған ақша керек, мұқтаждық, айлық белгіге керек қажетті заттарымды аламын деп. Тек носкидің арасына салып жіберіңізші, мама дейді. Сонымен не керек, пойыздан салып жібердім. Бір келіншектен жерлес болатын. Күтіп алғанда қызым қоңырау шалып, мама алдым, күйеуім білмеді, рахмет деп айтып жатыр. Заттарын апарып берген келіншектің үйге келгендегі айтқаны: күйеу балаңыз ұнамады, түрі бір түрлі наркомандарға ұқсайды, деп бір ескертпе жасап айтып қойды. Сонымен не керек, артынша 2-3 айдан соң енесі қызымды ертіп алып келіпті. Қызымның беті жыртылған, көгерген, жараланып дымы қалмаған. Құдағиым, қыздарыңыз біздің қолымызда жүріп өліп қалар. Біз қызыңызбен бірге тұра алмаймыз. Бір жерлерге апарған едім, түбі жазылмайды екен деп бірдеңелерді айтып кетті. Қызымды алдап алып келіпті. Сонда да өз-өзімді тежедім. Ашу қысса да қатты айғай-шу шығармайын, артын ойлайын, жақсы болып кетер.
ерлі-зайыптының ортасында бір нәрсе болған болар, мүмкін ауырып құлап қалған болар деп көз жасын төгіп жылап отырған Заринама, қызым жаным қоя ғой, сен жылама, сенің тырнағыңа татымайтын жандар үшін неге жылайсың деп оны да жұбатып қоямын. Алғашқы некесі сәтсіз болды қызымның. Алла қалауы осы болар, не істейміз? Кіші қызыма жалпы қыздарым тұрмыста кезде айтамын. Қыздарым, Құдай берсе туа беріңдер, мен балаға тоймадым. Ең болмаса сендер көп балалы болыңдар, оның жаманы жоқ деп. Сөйтсем қыздарым, мамау бізді завод дейсіз бе, демалып алайық сәл деп күледі. Қазақта бала санын айтпайды ғой, шүкір, Хадиямның бала шағасын бағып беріп жүрдім. Кішкене кезінде әкеліп тастайды. Өз қолдары ауыздарына жеткенде беріп жіберемін өздеріне. Ана деген осындай болады екен. Өзінің көрмеген нәрсесін қыздары, ұлдары көрсе деп тілейді екен. Өзім енемнен, қайын жұртымнан көп жақсылық та көрмедім. Бірақ ол кісілерді жаман деп жамандап айтқым да келмейді. Сол қыздарымның жақсы жерге баруын қалап, күндіз-түні тілейтін едім ғой. Заринам жазылып кетсе деп, өмірі араламайтын әулие жерлерді араладық. Несін сұрайсыз? Апармаған жерім, елім қалмады. Көрсетпеген дәрігерім жоқ. Бірде жақсы болып қалса бәріміз қуанып кетеміз. Кейде ауырып қалса жүрегім қарс айырылып кете жаздап зорға жүремін. Бұл жалғанда бауыр еті балаңның азапталып ауырғанын кім қалайды? Ешкімде. Етегім жасқа толып, қос жанарымның жаңбыры тоқтамай, бар уайымым осы қызым болды. Шіркін-ай, сауығып кетсе екен деп Алладан шипа тіледік. Сөйтіп күндер өте берді. Заринам бірінші некесі сәтсіз болды. Содан кейін қызыма айтамын, айналайын көкем, балалы болсаң мүмкін ауруың қап кетер, көрсеңші, болмаса тұрмысқа шығып көрсеңші деймін. Мама, сіз маған ондай тәрбие бермегенсіз. Жолдан туып алатын тәрбие алмадым. Олай жасамаймын. Алла сәтін салғанда болар дейді. Анасың ғой, бәрібір уайымдап тұрасың. Ішім қылпылдайды. Құдайым-ау, бір дұрыс адам кездесіп, етегінен ұстап, бақытты болып кетсе ғой деп тілеймін. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдым. Түнімен егіліп жылап, ауруы қысып ауырған кезде жанымды қоярға жер таппай дедектеп кетемін. Алла бұл қасіретті ешкімнің басына салмасын. Құдайым-ау, баламды ауыртқанша мені неге ауыртпайсың? Балама тиме, маған бер ауруды деп жылаймын. Әкесі түзде жұмыста үйге келеді. Отасының қиналғанын көріп, ол да азар да безер болады. Әйтеуір Арманның жұмысы жақсы болып, қаражат жағынан ешқандай қиналмадық. Содан бір күні қызым емделіп жүргенде поликлиникада бұған бір апайдың көзі түседі. Өзің жап-жас, жақсы қыз екенсің деп. Заринаның сөзін, іс-әрекетін ұнатқан болар, қызымның соңынан қалмайды. Қызым үйге келіп маған айтып жатыр. Мамау, жаңа бір апа маған деп көрген-білген айтып жатыр. Ойбай-ау, қай жақтың адамы деймін мен. Білмеймін мама, бірақ жаңағы апа жақсы секілді көрінді маған деп қызым да алғаш көргендегі жай күйін айтып жатыр. Қызым-ау, байқап көрсеңші, таныссаң таныс деймін менде. Содан 2-3 күн өткен соң қызым, мамау, апаның баласын көріп білмедім де, танымаймын. Бірақ маған апа қоңырау шалып, бара жатырмын деп, жатыр деп, қызым аң-таң. Сол-ақ екен, арада 5-10 минут өтер-өтпес баласын алып қызым айтқан апайы келді. Бір ауыл болған соң сырттан танып білгенім болмаса, жөнді аралас-құралас емеспін. Амандық саулықтан соң келген жұмыстарыңызды айта отырсаңыздар. Жұмыстан осы қызыңыз Заринаны көріп қалған едім. Ұнаттым да, мінез болмысын дейді. Иә, дұрыс қой. Бірақ мал саудалап жүрген жоқсыз ғой. Баланы да дедектетіп ала келіпсіз. Тәуекел енді. Балалар жарасып жатса болыпты деп қалдым. Бірақ баланы сырттай білемін. Өте момын бала. Үйіне шақырып, тәтті шайын берді. Бала мен қыз бір-бірін білсін, танып көрсін деген мақсатта бала да үйге келіп жүрді ара-тұра. Мен де рұқсат бердім. Мінездерін біліп, көріп-біліп үй болғанда жақсы.
Арада 4-5 ай өтті. Үйленетін болып, қызымды қолымыздан бердік. Құйрық бауырын жеп, құда андалы болдық. Сонда құдағиым бөлек бөлмеге шақырып алды. Қазақта бар салт дәстүр, жөн-жоралғы бар ғой, қалың мал дегендей. Сонда құдағиым, құдағи, қазір бізде қалың мал беретін шама болмай тұр. Бірақ міндетті түрде әкелемін, мойнымда қарыз болып тұрады деп ағынан жарылды. Құдағи, әкелмесеңіз де разымын. Маған шындап келгенде маған қажеті жоқ. Осы қызым жыламай, ұл мен қыз бақытты болып, үй болып кетсе, одан артығы не керек деп, мен де құдағиыма ағымнан жарылып, шынымды айттым. 2 күн өткен соң күйеу балам мен қызымды, құдағиларымды шайға шақырдым. Сол кезде құдағиым, балалар 2 ортада жүре берсін, 2 үйдің ортасында деді. Мен де қарсы болмадым. Күндер сырғып өте берді. Арада 5-6 ай уақыт өткен соң қызым Заринамның жүкті екенін естіп мәз-мейрам болдым. Бәріміз қуанып жүрдік. Бір күні құдағиым маған, сенің қызыңды қарай алмаймын-ау. Қызың саумалы, қымыз ішеді екен. Ауырып қалады арасында. Қолдың жұмыртқасын, тауық етін жейді екен. Менің ыңғайым, жағдайым келмей жатыр жасауға деді. Мен де құдағи қарсы емеспін. Әуелі Алла, одан кейін өзім жүктілік кезеңін өткізіп берейін. Менің де алданышым, құдаңыз жұмыста түзде. Заринамның жүктілігі қалыпты жақсы өтті. Күтімі де жақсы болды ғой. Ай күні жетіп қызымның толғағы келді. Бірден енесіне қоңырау шалдым. Келініңіз толғатып жатыр деп. Құдағиым деп аяқсыз әңгіме болып телефонды қоя салды. Одан өзім қызымның толғағымен алысып кеттім. Тауық етін пісіріп, ас ауқатын дайындап қойып, холодильникке салып кеттім. Үйде күйеуім де жоқ. Кімге сенемін, ертең босана қалса деп. Қызымның толғағымен алысып жүріп, жасап қойдым. Құдағиымның да сыры мәлімдеу болып тұр. 2 күн толғатты ауруханада. Шүкір деймін, жолдасым қаражаттан тарықтырмады. Бәріңізге мәлім ғой. Қазір қыстыратын нәрсені дұрыстап бермесең, саған келіп біреуі қарамайды. Дәрігерлерден бастап санитаркаларға дейін ұстататынын ұстаттым. Ақшалайда сый-сияпатпен де. Содан ғой екеумізге де жақсы қарады. Жеке бөлмеге орналастырды. Алла өзі қарасып, Заринамды аман-есен босанып алды. Түнгі 12-де. Жөргегім барлығын дайындап қойғам. Қолыма телефонды алдым. Келініңіз босанды. Шекесі торсықтай ұл алып келді мына әлемге деймін, қуанып. Құдағиым тағы да деген күйі телефонды қоя салды. Сол кезде қызым Заринам тағы да ауырып қалды. Ал менің сол сәттегі күйімді жеткізе алсамшы. Өтірік болғаныма, босанса ауруы қалады деген. Қап не болды енді? Етегімді жасқа толтырып, езілген күйі қызыма қарап жылаймын кеп. Қызым ұйықтап жатыр. Бөпесі менің қолымда. Қызымды ойлап күйініп, жылаған жас тамшыларым өмірге жаңа келген бөбегіміздің бетіне тамып жатыр. Қайтемін енді? Ақшаға денсаулық сатып ала алмайсың. Қу ақшаның да құдіреті жүрмейтін кезі болады екен. Осылай отырғанда құдағиым кіріп келді. Мен де бұл жолы үнсіз қарап қалмадым. Сіздің бұныңыз не? Өзге емес өз немереңіз ғой. Қолыңызда сүтіңіз жоқ, сорпаңыз жоқ. Шақырсам менің де, Заринаның да туысы көп. Олардан сіз жақын болып тұрсыз ғой. Мен бәрін дайындадым. Дайындасам өз қызым ғой, міндет етпеймін. Бірақ сіздің әкелгеніңіз де ыстық, ерекше болады ғой бұларға деп айтар жөнімді айттым. Ұрыспадым, тек жөнімен айттым. Ертең роддомнан шығарады. Мен қанша күн осындамын. Үйге барып бір демалып келейін деп құдағиымды тастап кеттім. Ол кісі шамалы ашуланып қалды. Сонда да шығып кеттім. Үйге барып түнде ұйықтап, таңертеңгісін ерте қалаға шықтым. Немереге тағатын алтын тереуіш, тарысын, ана мен баланың түгел тағы да киімін алдым. Бір букет үлкен гүлімді алдым. Алдында күйеу балама да ренжіп айтқанмын. Айналайын-ау, бір бас сұқпалаң ғой, мұның не деп. Қазіргі заман көшінен қалмасын деп бір букет гүліңді ала кел. Онан соң ақ машина әкелсеңші деп айттым. Ашулы да едім. Келіншегім босанып жатыр деп көріп кетіп,
әке болып керек-жарақтарын алу деген болмады ғой бұл балада. Сонымен не керек, қызымды шығарып алдым. Сонда арам ойым болса, ер баладан ұрпақсыз болып тұрған күйеуімнің атына жазар едім баланы. Жоқ, баланы өз аталарының тегіне жаздым. Сонда құдағиым бәрібір емес пе, кімнің атына жазылса да деп қалғанда-ақ ішім қылп ете қалған еді. Күйеу баламның момындығы сонша, құдағиым аурухана ішінде баласын боқтап бұралап тастады. Естіп отырған өзім ыңғайсыздандым. Ауруханадан шығара алдың қызым, мамау, біз қайда барамыз шыққан соң дейді. Мен де, қызым-ау қайда дегенің не? Қарағым-ау, өз үйіне барады ғой. Ата-апаңның қуанышы, сол үйдің қызығы әрине өз үйіне барады дедім. Қызым да үнсіз қалды. Сосын ана мен баланы алып шығып келе жатырмыз. Жанымда жаңағы тетелес келінім бар. Бір кезде құдағиым маған үйде нан жоқ еді дейді. Жоқ болса алсаңшы дүкен көп деймін. Үйге де келдік. Ал ана үйді көрсеңіз тастай суық. Реттелмегенде ғой. Босанып келген жас ана жататындай жағдай жоқ. Келініме айттым. Қызымның артынан апарған кілемін төсеттіріп, көрпе төсегінің тыстарын ауыстырып, жатса таза жерде жатсын деп. Қызыма тары жасап бердім. Сол үйде сүтпен қосып, өзім газдарына барып жасап беріп кеттім. Сонда жаңағы ілесіп барған келінім, құдағиыңызбен күнде жиналып шай ішіп жатқан шығарсыздар деді. Мен де күліп, соңғы рет тәтті шайды келіп шай ішіппіз. 1 жыл болды келмегеніме дедім. Сонда енесі, біз деген кәрістер сияқтымыз ғой. Бізде жылына 1-ақ рет шай береді деп, ол да қойып қалды. Кетерде құдағиыма 2 күннен соң келемін. Бесікке қашан саласыз, шақырасыздар ма дедім. Ондағы ойым, шақырса мен де дайындала жүрейін деген ой ғой. Бесік шақырмаймын, әзір жағдай жоқ деді. Мейлі деп мен де кеттім. 2 күн өткен соң тәтті құттымды, суларымды жолдан тортымды алып, жаныма ет жақын деген 4-5 туыс келіншектерді алып бардым. Барсақ ет асып қойыпты. Дастарханға деп түк алмаған. Апарғаным әбүйір болып соларды салды. Қызымның бөлмесіне кіріп, жағдайын білейін дегенім сол, Заринам жылап қоя берді. Жарығым-ау, не болды? Неге жылап жатырсың? Мамау, мен ашпын. Қарным аш мама дейді. Тарыны, қолдың майын, барлық жейтінді ортаға қояды. Шай біткенге түк қалмайды. Уақытылы сүт шайын да ішпеген ғой. Біз қазақтар жаңа туған ананы жиі-жиі тамақтандырып, олардың шөлдері де қанбайды деп, жиі шайларын беріп күтуші еді ғой. Содан шығамын да жаңағы келініме барып, қайын сіңіліңе ас ауқатын берші деймін. Ол байғыз сөзге келмей дегенімді жасап жүр. Дастархан басында құдағиыма, келініңізді аман-есен босандырып, қолыңызға немереңізбен табыстап кеттім. Байқаймын, 40 күн күтіп беріңіз деп те айтайын деп тұрсыз-ау деп қулана күлдім. Құдағиым сонда, білмеймін, балам біледі ғой деді. Мен де шыдап тұра алмадым. Күйеу бала білмейді өзі, қызымды 40 күн күтіндіріп, қол-аяғын бауырына алғанша қараймын дедім. Олай айтқан себебім, күйеу балам өте момын, тіпті үйіндегілер адам демейді. Содан кешке келіп алып кетемін дедім. Үйге келіп папасына айтып, сол кісімен келіп алып кеттік. Күйеу бала да 2 күннен соң келді. Сонда енесі 40 күнде келіп бір хабарын біліп, не болмаса қоңырау шалып та сұрамады. Сөйтіп жүргенде немереміз жасына толды. Қай әже мұндайға шыдайды? Өз немересінің туған күніне де келмеді. Ал содан тұрдым да күйеу балама айттым. Үйіңе барып қызымның сандығын, бар жүгін алып кел деп. Ол да барып алып келді бірдемде. Ей, мыналарды алып жатқанда еш демеді ма әке-шешең деймін ғой жаңағы. Сонда Жайдар күйеу балам ләм-мим деп жақ ашпады. Өзі сөйлеуі де қиын еді. Солай күндер өте берді. Бір күні Жайдар мен Зарина сөзге келіп қалған екен. Жайдар кетемін деп жиналып жатыр. Сонда мен айттым. Жайдар-ау, саған не болды? Кетем деп өзің кете бересің ба? Әйелің мен балаңды алып неге кетпейсің? Тастап кетем дегенің жарамады ғой балам-ау деп қалдым.
Арада 1 ай өтті. Жайдар келіп кетті. Тағы да алып кетем деген әрекеті жоқ. Сөйттім де, бұлай жасайтының болса, баламнан бас тартам деп жазып бер. Атама берем деп жаза ғой дедім. Ол да сөзге келмей жазып берді. Шыны керек, күтпедім мұндайды. Ол қағазды алып куәландырмадым да, жаздырған күйі қалды. Арада тағы да біраз уақыт өтті. Қызым әлі төркінінде. Немерелерін іздеп есіктен бір қарамады да. Немереміз ол кезде 2,5 жаста еді. Кешкі уақыт болатын. Заринам баласын көтеріп алып, би билеп, екеуі біраз ойнады. Көңілді болып өздері. Ұлын құшақтап, қайта-қайта мейірленіп қояды. Вальс биледі екеуі. Мен айтып қоямын арасында. Қызым-ау, байқашы, 2,5 жасар салмағы бар бала ғой, белің ба ауырып қалмасын деп. Қызымның өңі өзгеше болып кетті. Жүзі бір нұрланып тұр сондай. Баласын ұзақ-ұзақ иіскеп алады қайта-қайта. Сонда мен қызыма айтамын. Қызым, келші, сені бір құшақтағым келіп тұр деймін. Өзім ауырып, мазам қашып жүрген кез еді. Қызым маған бір қарады да, баласымен қайтадан ойынын жалғастырып кетті. Сағат түнгі сол 10-дардан өткен кез. Заринам, маматай, мен жатып ұйықтай берейінші деді. Мен де мейлі, ұйықтасаң ұйықтай ғой дедім. Одан соң немерені тағы біраз ойнаттым. Содан соң барып ұйықтадық. Ойнатып бітіп ұйқыға жатар шақта қызымның өлең айтқандай дауысы естілді. Анда-санда ән айтатыны бар еді. Солай жасаған екен ғой дедім. Қызымның бөлмесі менің бөлмеммен қарама-қарсы. Есігін ашып қоямын, байқап жатамын деп. Содан таңғы сағат 4-тердің кезінде далаға бір шығып келдім. Қарасам, қызымның бөлмесінде жарық сөніп тұр. Ұйықтап жатқан ғой дедім де, мен де қайта жата кеттім. Әлден уақытта қызымның оятқышынан оянып кеттім. Оятқыш біраз шырылдады. Қызым күнде өзі өшіріп дәрілерін ішетін еді. Орнымнан тұрып Заринамның бөлмесіне бардым. Оятқышты сөндірдім. Қызымның жүзіне қарағаным сол, тұла бойым дірілдеп сала берді. Заринамның өңі басқаша болып кеткен. Жылдам барып қызымды ояттым деймін жұлқылап. Жоқ, тұрар емес. Денесі суынып та тұр. Ал жаным шығып, азарда безер боламын. Күні ертең келеді деген әкесіне айттым. Тез жет, қызым оянбай жатыр деп. Алыстағы бауырына айттым. Ол да жолға шықты. Бұл уақытта шақырған жедел жәрдем де келді. Қызымды қарап тексеріп кетіп қалғанын айтты. Осыны мына қу жүрегім сезсе де сенгім келмеді. Мүмкін есінен танған болар деп өз-өзімді алдадым. Қызымның өлімі менің жанымды да, тәнімді де қартайтты. Қимаймын ғой қызымды. Перзенттің өлімін көрмесін ешкім. Жаным-ау, қызым, қызғалдағым. Мені тастап кеткенің не ботам? Мені қойшы, балаң әлі кішкентай. Керек едің ғой оған. Кетеріңді сезіп, балаңмен ойнап күліп қалдың ба соңғы рет? Кетеріңді біліп, ұзақ-ұзақ иіскеп, емірендің ба ұлыңды жарығым? Қайғы деген тұмарды мойныма іліп кеттің ғой, қызым, қызғалдағым. Жүрегімнің парша-паршасын шығарып, тұла бойым тұңғышым 34 жасында дүние салды. Ботам-ау құлыным, аталатсаң да аталат, боталатпа деген екен. Қызымның қайғысынан кейін еңсемді тіктей алмай қалдым. Бала деген бауыр етің. Ол кеткенде ішіңнің бәрі сөгіліп, түгін қалмайды екен. Заринам, сені жоқтап зар илеп қаламын деп ойлаппын ба ботам? Жарығымның 35 жасқа толуын атап өтеміз деп ойлағанымызда, міне қара жамылып қалдық. Туған күнінде торт үрлеп емес, шырақ жағып дұға тілеп қалдым ғой қызым-ау. Аллаға шүкір деймін, қос қызым да тәрбиелі болды. Өз қыздарым болған соң мақтап тұрған жоқпын. Расымен де солай болды. Әкелері өмір бақи түзде жұмыс жасады. 2 қызым үшін деп өмір сүрді. Кіші қызымнан соң ауырып қалып едім ғой, маткамды ап тастайтын кезде. Міне сол кезде мені отаға дайындап жатқанда, мен ақымақ жолдасыммен қоштасыппын. Қолымдағы неке сақинамды өз қолыммен оған шешіп бердім. Ондағы ойым,
оның жүрегін қинамайын, өзім босатайын деп. Қос жанарым жасқа толып, сол ота үстелінен тұра алмайтындай болып күй кешкен екем ғой. Күйеуім жылап қала берді. Іле артынан абысыным кіріп, жүзікті қолыма тағып кетті. Мынаны саған Арман енді шешпесінші. Осы жүзік тұмарындай көрініп тұр деп айтып жіберіпті. Отадан шықтым. Енді оған ұл бала туып бере алмаймын деп өзімді кінәлі сезініп, әйел ал дегенімді өзіме ұрсып бетімді қаққан. Міне Арманның маған деген сезімінің көрінісі. Арман қанша түзде жүрсе де ешқашан жүріс жасамады. Оны беске білемін. Тапқанын түгел отбасына, ағайын туыс бауырларына беріп отырды. Әліге дейін сол жасырын түрде қаржылай садақа көп жасайды. Міне өстіп жүрген азаматыма кір келтірмейін деп мен екі қызыма қаталдау болдым. Әйелдің міндетіне кірер тірлікті үйреттім. Бей-берекет көшеге шығармайтынмын. Әкесі үнемі түзде жүреді. Ал қыздарың көрсең деген артық әңгіме әкелеріңнің адресіне тиіп кетпесін деп құлақтарына құйып отырушы едім. Обалына не керек, қыздарым да ақылды болып өсті. Әр адамның ішінде бір өкініш болады. Менің өкінішім осы қызым аман болғанда деймін. Пенде болған соң айтамыз. Бірақ бәрін білуші, шешуші бір Алла. Өзім спортпен көп шұғылдандым. Ойлаушы едім, мен ауырмаймын деп. Ботамнан айырылып қан жұтып отырсам, құдағиым, күйеу балам келіп немеремді алып кетемін дейді. Қызымның жабасын жерге тигізгеннен бір жеті өтпей милициямен бірге келіпті. Осылай жасайтын жөндеріме еді. Қызымнан қалған аманатты қалай қиып беремін? Қызымның көзі тірісінде немересін иіскеуге келіп, жарамаған әжесі алып кетпекші енді. Заринамның баласымен қимай қоштасқаны, кішкентай жүрегінің сезгенін айтсаңызшы. Баласын емірене иіскеп, қимай кеткен құлынымның құлынын мен қалай сеніп тапсырармын? Мен бермеймін деп жылап сықтағаныммен алып кетті. Заң өкілдерінің адамдары тіпті өте ыңғайсыз жағдай, бірақ некеде бар болған соң құқылы алуға кешіріңіздер деп кетті. Заринам маған ренжитіндей көз алдымнан кетпейді. Қызымның туып бергені болмаса, жарығым ана болып та емізбеді ғой. Жетектеп жүргені болмаса, ыстық құшағына алып көтермейтін. Ауруы ұстап құлап қалса қайтеміз? Екі ортада бала майып болар деп қызыма да ұстатпайтынмын. Өзі де солай жасайтын. Баласын ойлап көп ұстамайтын. Жаным ботам-ау, жаңа туған бөпесіне ауырып жатып көздерінен ыстық жас тамып, жәутеңдеп қарап, көз алмай жатушы еді. Жаным-ау, жаным сол, жүрегімді жарып шыққан баламның аманатын менен тартып алып кеткенде мен қалай жақсы болайын? Жылап сықтап өз-өзімді тастап жібергенде екінші қызым, мамау, болды тоқтатыңыз, өз-өзіңізге еге болыңыз, ауырып қаласыз ғой, неге сонша жылап жатсыз? Алып кетсе өз әкесі, сіз де қызыңыздан айырылып отырсыз ғой. Жүріңіз, беті қолыңызды жуып, намазыңызды оқып алыңыз. Жеңілдейсіз деп маған қаттырақ сөйлемегенде еш жинай алар емес пе едім. Жуынып, шайынып, келіп намазымды оқып жатып, есімнен де талып қалыппын, жүрегім қысылып. Жедел жәрдем келіп зорға ес жинадым. Сонда екінші қызым, Хадиямның жолдасы, күйеу балам, лауазымды қызмет жасайтын. Сол жоғарыдағыларға қоңырау шалып, араға салып әйтеуір 40 минутта немеремді, баламды қолыма әкеп берді. Сөйтіп жасап алып ертеңінде құдағиым мен күйеу балам келіп тұр ғой. Түк болмағандай. 40-на шейін әр бейшенбілікте келеді. Содан бір күні құдағиымның абысындары келіпті көңіл айтып. Біз барынша қызымыздың жаны тыныш болсын деп отырмыз. Айғай шығармауға тырысып. Бірақ құдағиыма айта барыңыздар деп былай дедім. Қызым жолдан туған жоқ қой. Яки болмаса барып келіп жүрген жоқ. Мұнда жүрсе де өз күйеуімен жүр. Күйеуімен бірге. Мен түсінбей қалдым. Қыз кеткенде адам қайтқанда сүйекке таласады ғой. Сүйегі біздікі, денесі біздікі дейтін еді. Шындап келгенде
Қызымның сүйегі сіздердікі ғой, сіздердің руларыңыздікі. Руын жазбадым. Біздікі сүйек деп айтатын. Бас көтеретін бір еркек кіндік қалмады ма сіздерде? Сүйек біздікі денеге бізден біреу кіру керек еді деп айтатын ешкім табылмады ғой. Тірі кезінде қатыспаған соң қызым кеткенде неменеге келіп отыр енді? Құдағиым емес, құдағиым ғой деп құдай қосқан. Соның баласынан туып отыр ғой қызым. Құйрық бауыр жеп, төс қағыстырып құда болған едік біздер бір кездері, деп мен де айтарымды айтып жібердім. Жеткізерім білдім ғой. Жүрегіме от тастап, жазылмастай жара салған қызымның қайғысы бізді қатты есеңгіретті. Есіме түссе, ызадан көзіме жас келеді булығып. Ол кісілерден көңілімнің қалғаны, қызымның әлі жаназасы болмаған, жамбасы жерге тимеген кезі. Жылап еш жинай алмай отырсам, құдағиым жаныма келіп, өлі мышықтан тірі тышқан артық қой деп айтып кетті. Сол сөз көңілімде қалды, көкейімде қадалып әлі тұр. Дені дұрыс адам айтар ма? Менің қызымды өлген мышыққа, өз баласын тышқанға теңеп, осы арада апамның өзегіне жас тұншығып, сөзі шықпай қалды. Терең күрсініп алды. Жүрегіме қанжардай қадалды. Қайғы мен отқанда біреудің сөзін іліп алуға шамам да болмады. Бірақ өйстіп айтатындай мен не жасап қойдым білмеймін. Қызымның қайтқанына әлі жыл да болмады. 5 ай енді болды. Негізі дүние салған адамды ертеңіне-ақ жамбасын жерге тигіздіретін. Ал Арман болса, Заринамыздың денесін 2 күн ұстады. Неге өйтіп жатсың, болмайды ғой, деген жұртқа Арман, қызым мүмкін тұрып кетер, жерге көмгім келмейді деп қимаған еді. Қыздарыма мен қатал болғанмен, әкелері Арман жұмсақ болды. Қатты еркелетті. Жұмыстан келсе, мойнына асылып күтіп алатын екеуі. Жақында немерем 3-ке толады. Құдай қаласа. Қызымның жұрнағы аман болсын. Жабырқаған көңіліме осы балам медет. Қызым маған әдейі тастап кеткендей. Осыдан біраз күн бұрын немеремді алып дүкенге бардым. Бізге қарама-қарсы жолдың бетінде күйеу балам тұр. Бізді көрді. Бірақ біз жанына барғанда көрмеген адам сияқты өтіп кетті. Мені қойшы, өз баласына мойын бұрып қарап, құшағына алмады ғой. Кеуілім босап тұрған жерімде жылап қалдым. Қызымның бейшембілігі өтіп жатып, баланы тартып алып кеткен адам енді неге керек қылмай тұр өз баласын? Үйге келіп аяқ-қолым дірілдеп, өксігім басылмай, өзімді тоқтата алмай әбден жыладым. Заринамды ойладым. Ботам менің. Немеремді өз қамқорлығымызға алып қалдық. Қорқынышым баламды әкетпесе екен деймін. Ойласам әлі мазам қашады. Құдайдың құдіреті, менің қаным 1-ші группа, Армандікі, қыздарымдікі 2-ші группа, ал күйеу баламдікі 4-ші группа. Заринамнан қалған тұяғым немерем 1-ші группа. Құдай айналып келіп, менің қолыма әкеліп бергенін айтамын да. Бірақ қызым жоқ қой. Мен ұл тумадым. Күйеуім де ұл тумадың деп айтпады ешқашан. Ұлды аңсамады, маған білдіртпеді бірақ. Бір кем дүнием Заринам аман болғанда деймін. Амалымыз жоқ. Тәңірдің қалауына қарсы келе алмаймыз ғой. Арман екеумізді кіші қызымыз өздеріне шақырды. Үй-жай барлығын алып береміз деп күйеу балам екеуі. Бірақ оған әкесі көнбей отыр. Соңғы кездері өзімнің денсаулығым сыр беріп келеді. Алладан осы баламның өсіп жетілуіне сеп болайық. Жанында аман есен жүре берейік деп күнде тілеймін. Немеремді сен менің жүрегімнің ішіндегі жүрегімсің. Барым да нарым да өзіңсің деп еркелетемін. Қызым мен қалай болды солай айттым. Мақсатым біреуді табалау емес, барар жеріміз бір. Әр айтқан сөзіміз бен ісіміз үшін жауап береміз біздер. Ішімде жатқан бір түйін де өзіңе шештім. Ендігі аналық тілегім осы балам аман болсын. Көпшіліктен де осыны тілесе екен деп өтінемін деп аяқтады сөзін оқырман апам.